Сәлеметсіздер ме? 10-шы сабақ. Жазғы ойындар. Летние игры. Сабақтың мақсаты тірек сөздер, суреттер, символдарды қолданып мәтін құрастырып, сұрақтарға жауап беру. Жаңа сөздер: топ, группа, жасырынбақ, прятки, секіргіш, скакалки. Как вы уже поняли, ребята, мы с вами сегодня говорим про летние игры. Кім не ойнайды? Анель мен Әлібек доп ойнайды. Әли мен Алуа секіргішпен секіреді. Саша мен Анна жерге сурет салады. Мұрат пен Әлия жасырынбақ ойнайды. Мәтінді оқып, сұрақ қойыңдар дейді. Мұқият тыңдаймыз. Внимательно слушаем. Маған жазғы ойындар ұнайды. Мне нравятся летние игры. Жазда мен доп ойнаймын, секіргішпен секіремін, бормен асфальтқа сурет саламын. Летом я играю в мячик, прыгаю скакалкой, мелом рисую на асфальте. Достарыммен бірігіп, топ болып бадминтон, жасырынбақ ойнаймыз. Вместе с друзьями в группе играем в бадминтон и прятки. Жазғы демалысты көңілді өткіземіз. Весело проводим летние каникулы или же летний отдых. Көңілді, весело, веселый, веселая. Топ, группа, думан, веселье или же праздник, жасырынбақ, прятки, ойнаймыз, играем. Мен жазғы демалысты көңілді өткіземін. Я очень весело проведу летние каникулы. Ал балалар, сендер жазғы демалыстарыңды қалай өткізесіңдер? Кімнің қандай жоспары бар? Бүгінгі біздің сабағымыз соңғы сабақ. Сондықтан да алдағы демалыстарының жақсы өтуіне, көңілді өтуіне шын жүректен тілектеспін. Баршаңа сәттілік.